Бір ғана кабачкидің адам ағзасына қаншама пайдасы бар екенін сіз білесіз бе? Бұл көкөністе терідегі коллаген деңгейін арттыратын аскорбин қышқылы, көру қабілетін жақсартатын А дәрумені, адамның дұрыс жұмыс істеуі үшін қажет микроэлементтер калий, магний, темір, кальций бар. Ең қарапайым кәді көптеген функцияларды орындай алады. Токсиндер мен жаман холестеринді ағзадан шығару, салмақ жоғалту және қалыпқа келтіру, артық жинақталған сұйықтықтың кетуі, ас қорыту процестерін белсендіру, асқазан ішек жолдарының моторикалық қызметін қалыпқа келтіру және қан қалыптастыру процестері. Сонымен қатар қант диабеті, артериялық гипертензия немесе гипертензия, бауыр және бүйрек аурулары, ісіну, гепатит, холецистит, созылмалы қан тамырлары аурулары, атеросклерозды қоса холелитаз, иммундық жүрек қан тамыр жүйесі және асқазан ішек жолдарының жұмысы, тері мен шаштың жағдайын жақсарту, кәді гүлдерінің инфузиясы антиаллергиялық препараттарға балама ретінде қолданыла алады. Кәді артық салмақпен күресуде тамаша көмекші. 100 грамм кәдіде небәрі 24 килокалория бар. Бұл көкөністің 95% су, ал қалған 5% пайдалы талшықтар, микроэлементтер мен дәрумендер. Құрамында крахмал аз болғандықтан ас қорытуды жақсартуға және ішектерді тазартуға көмектеседі. Кәдінің құрамында С дәрумені көп. Бұл көкөніс жасушалардың ерте қартаюына жол бермейтін күшті антиоксидант. Кәді теріні, қан тамырларын, сүйектерді және тістерді қалпына келтіруге көмектеседі. Кәді инфекциямен күресуге жауапты лейкоциттердің синтезін ынталандырады. Кәдінің құрамында А дәрумені арқылы көздің көру қабілеті қалпына келтіріледі. Иммундық жүйені нығайтады және ұрпақ сүю қызметін жақсартады. Кәдіден қандай тағам түрлерін дайындауға болады? Бұл туралы келесі видеоларда айтатын боламын. Пайдалы ақпараттарды жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп, қоңыраужаны басып қойыңыз.